Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі 43-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлем. Нанды қадірлейік. Балалар, мәтінге назар аударамыз және мұқият тыңдаймыз. Мәтіннің тақырыбы нанды қадірлейік. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн таратады. Ұннан неше түрлі нан пісіріледі. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Бұл мәтін Балтырған журналынан үзінді екен, балалар. Балалар, енді алдарында тұрған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Диқандар көктемде не істейді? Астықты қалай жинайды? Мәтін неліктен нанды қадірлейік деп аталған? Осы сұрақтарға жауап беріп, өз ойыңмен бөліс. Екінші жаттығу. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Еңбекпен нан табылады. Балалар, бұның дұрысы нан еңбекпен табылады. Оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Осылай орын ауысқан сөзді дұрыстап дәптерлеріңе көркем етіп жазасыңдар. Әр сөйлем неше сөзден тұрады, балалар? Сөйлемдердің бірінші сөзі қандай әріппен басталып жазылған? Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Балалар мектепке келді. Бір сөйлем. Бұл сөйлемде 3 сөзден құралған және 3 сөз бір-бірімен бөлек жазылған. Сөйлемде бірінші әріп үлкен әріп, яғни бас әріппен жазылады. Сөйлем аяқталғаннан соң нүкте қойылады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Үшінші жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. Дәнді дақыл. Тары. Келесі. Жер жыртатын құрал. Соқа. Астық кептіретін орын. Қойма. Астық оратын машине. Комбайн. Нан пісіретін адам. Наубайханашы, балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.